Здравствуйте. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Сәлеметсіздер. Добрый день. Қайырлы күн, Асхат Қанатұлы, барша Қайырлы күн. қазақстандықтар. Асхат Қанатұлы, менің есімім Маружан Апсаттар, Алматы қаласы, Алатау ауданы номері 180-ші жалпы білім беретін мектептің 11-ші сынып оқушысымын. Өзім жас тілшімін. Республикалық ұлан газетіне жиі мақалалар жазып тұрамын. Өзім қарапайым, көп балалы отбасыдан шыққанмын. Газетте жүріп біз мақала жазуды, сұхбат алуды, материал дайындауды үйрендік. Сол себептен сізге сұхбат беруге келіскеніңізге жас тілшілердің атынан үлкен рахметімді айтқым келеді. Бұл жақсы дәстүр, алдағы уақыттарда да бұл үрдіс сақталады деп ойлаймын. Аружан, көп рахмет. Сұхбатта бүгін қойылатын барлық сұрақтарыңызға жауап беруге тырысам. Көп рахмет. Көкейіңіздегі барлық сұрақтарды қоя беруге болады бүгін. Көп рахмет. Енді сұхбатымызға көшсек, министр ағай, сіз бала кезіңізде қандай оқушы болдыңыз? Ол кезде кім болам деп армандадыңыз? Сұрағыңызға рахмет. Енді әрине де бала кезінде ешкім жаңағындай министр болам, әлде әкім болам деп, әлде жаңағындай мүмкін ондай армандары болмайтын шығар. Білмеймін, бірақ қазіргі балаларда мүмкін сондай армандары бар ма, жоқ па? Бірақ негізінде мен өзім кішкентай кезімде, бала кезімде, оқушы болған кезімде арманым тек қана енді кәсіби жақты айтатын болсақ, онда мен мұғалім болам деп ойладым. Арманым сондай болды біріншіден, екіншіден сол уақытта бір әртүрлі теледидардан кинолар болып, соны көріп, мен заңгер болам деген тағы да бір осындай арманым деуге болады, ойым болған. Енді одан кейін педагогикалық факультетке түсіп, тарихшы мұғалім ретінде мамандық алып, жұмысымды осылай жалғастырдым. Жақсы, көп рахмет берген жауабыңызға. Сіздің мектеп кезінде, оқушы кезінде сүйікті пәндеріңіз қандай болды? Қай пәнді онша жақсы көрмедіңіз? Енді сүйікті пән дегенде, ең сүйікті пәндерім менде тарих. Көп балаларда мен түсінуімше осы тарих пәнін көп біздің оқушылар жақсы көреді, ол бір. Екіншіден физиканы өте жақсы көрдім. Үшіншіден биология пәні өте ұнайтын. Және де енді орыс тілін мұғалімі өте жақсы көретін мұғалімнің бірі болды, сондықтан шығар, және де орыс тілін пән ретінде өте жақсы көріп, сол сабағына өте жақсы қатысатынмын. Енді ұнамайтын пәндер де болды, әрине де барлық балаларда өте жақсы ұнайтын, және де соншама қатты құлшынысы жоқта да пәндер болатын шығар. Маған сол уақытта енді бұл дене шынықтыру мен сызу кішкене күрделеу болды. Неге? Өйткені дене шынықтыру мен ол уақытта мектепте болғанда мен ауылдық мектепте оқыдым. Сондықтан енді сабақ біткеннен кейін күні бойы жаңағындай су тасисың, мал жайғайсың деген сияқты. Одан кейін жаңағы шөп суыру керек, от жағу керек, көмір тасу керек деген сияқты. Оның бәріне біраз уақыт кетеді. Біріншіден, екіншіден, одан кейін енді күнделікті әртүрлі қосымша үйірмелер болды ғой. Жаңағы футболға барасың, басқаға барасың. Сондықтан жаңағы сабақ ретінде, пән ретінде оқушы болғанда осы дене шынықтыру пәнін кішкене қатты түсінбейтін. Өйткені соны пән ретінде оқу керек па деген сияқты, енді баламыз ғой. Сондай түсінік болды, бірақ негізінде басқа пәндердің бәрін енді керек емес, мектептің бағдарламасында керек емес пән жоқ. Барлық пәндер өте маңызды. Әр пән өз тарапы бойынша өте маңызды құзыреттіліктерді береді. Сондықтан әрине де балаларға бүгінгі күн айтатын мектептің бағдарламасындағы барлық пәндерге үлкен қызығушылықпен қарау керек. Өйткені олар мектептің бағдарламасы бостан босқа осылай дәл осындай болып құрастырылған жоқ. Оның бәрі балалар үшін өте қажетті, ертең өмірде де керек болатын құзыреттіліктерді береді. Сондықтан осы тұрғыда қарағанда барлық пәндерге қызығушылықпен қарап, белсенді қатысып, сабақты жақсы оқу керек. Жақсы, рахмет, дұрыс айтасыз. Өзіңіздің балаларыңыздың сабақ үлгерімі қалай? Қандай мектепте оқиды? Сабақтан қиналған кезде менің әкем министр деп еркелік кетпей ма? Енді менде оқушы ретінде бүгін сабақ оқып жүрген бір балам бар. Ол бүгін күні 5-ші сыныпта оқиды. Ол осы Нұр-Сұлтан қаласында қарапайым осындай мемлекеттік, сіздер сияқты мемлекеттік мектепте оқиды. Және де енді әрине де ол сабағын жақсы оқиды. Енді әкесі министрлікте істейді деп олай әрине де айтпайды. Өйткені мектепте мұғалімдерде де өте қатал ғой. Оларға қайда істесе де, істемесе де оларға бәрібір.
және біздің қоятын талабымыз да сондай. Өйткені ол жаңағындай, ол мектепте болғанда ол жай ғана оқушы бала, мен мектепке барғанда мен жай ғана қарапайым ата-анам. Сондықтан мектептің жұмысына араласып, жалпы баға бойынша, басқа бойынша онда ол дұрыс емес, ондай болмау керек те. Сондықтан әрине де кітап оқып, кәдімгідей бала болып сабақ оқиды. Қазір енді қашықтан оқу болғаннан кейін өте күрделі, өте ыңғайсыз. Мектепті сағынады, мектепке барғысы келеді, бірақ енді пандемия жағдайы, өкінішке орай осындай жағдайда бүгін біз жұмыс істеп, балалар оқуын оқып жатыр. Сондықтан енді пандемия аяқталып, тезірек балаларымыз кәдімгідей дәстүрлі форматқа көшеді деп үміттенеміз. Жақсы, рахмет. Осы балаңыздың мінезі қандай? Сізге ұқсаған ба? Сіз бір қарағанда қатал, тұйық кісі сияқты көрінесіз. Білмеймін, енді тұйық деп айтпаймын, енді әрине де маған ұқсаған, мінезді де маған өте тартқан деп айтуға болады. Енді ол кітапты өте көп оқығанды жақсы көреді. Мысалы, біз алдыңғы жылы өзіміздің алдымызға бір меже дейміз ба, бір жоспар қойғанбыз. Бір жылдың ішінде 50 кітап оқу керек деп екеуміз келістік. Ол бір жылдың ішінде 50 кітаптан артық кітаптарды оқып тастады. Соның ішінде оның жанрларда да әртүрлі, ең алдында әрине де бұл әртүрлі ертегілер, әртүрлі жаңағындай оқиғалар сияқты сондайлардан бастап, одан кейін әрі қарай жаңағы фэнтези деген сияқты, тарихи, мынау кітаптар деген сияқты басқа да кітаптарды оқи бастады. Бірақ мен айтарым, балаларға кітапты оқыған өте маңызды. Біз қазір жалпы мемлекет бойынша үлкен жаңа бір жобаны бастап кеттік. Бұл кітапқа құштар мектеп деген. Өйткені балалар кітапты көп оқу керек. Қазір енді әртүрлі әлеуметтік желілер бар, мынау компьютерлік ойындар бар, теледидар бар, басқа да мәселелер көп, бірақ та балалар кітапты көп оқу керек. Сондықтан осындай кітапты көп оқуға мен ұсыныс беріп, осындай кеңес беремін. Өте керемет бастама, алдағы уақытқа сәттілік тілеймін. Өзіңіз спортпен айналысқанды жақсы көресіз бе? Әрине, міндетті түрде. Қандай спорт түрі? Футбол клубына жанкүйерсіз бе өзіңіз? Мен футболды жақсы көрем. Футболды ойнаймыз, және де футболға барып тұрамыз. Ал футбол клуб болатын болса, енді мен баламыз екеміз, ол Барселонаның жанкүйері, менде де Барселонаға, осы Барселона футбол клубының жанкүйерімін деп айталам, біріншіден. Екіншіден, ағылшын премьер лигасында мен Манчестер Ситидің ойын жақсы қызығып қараймын. Қазір бұл клуб ағылшын премьер лигасын жеңіп алды. Енді лига чемпионовқа қатысайын деп жатыр, финалында ойнайтын болады. Соған енді біз жаңағы ұлымыз екеміз жанкүйер болып қарап, тақымызды қысып отыратын боламыз. Балалардың бәріне мынау дене шынықтырумен айналысып, әртүрлі қосымша секцияларға қатысуға мен кеңес беремін. Өйткені енді тек қана сабақ оқып қана қоймай, тек қана кітап оқып қана қоймай, бала деген жан-жақты болу керек. Жан-жақты әртүрлі жаңағы өзінің құзыреттіліктерін дамыту керек. Соның ішінде спортқа баулу, жалпы дене шынықтырумен айналысу деген ол да өте маңызды. Жақсы, рахмет. Берген сұхбаттарыңыздың бірінде ұлттық бірыңғай тестілеуді 2 рет тапсырғаныңызды айтыпсыз. Грантқа бірден түспепсіз. Сол тестілеуден өтпей қалған кезде қандай сезімде болдыңыз? Арман мақсаттарыңызға бұл кедергі келтірмеді ме? Енді мен бір нәрсені айтуым керек, сіздер түсінулеріңіз керек. Адам қателесуге ұялмау керек. Және қате деген ол бір сондай фатальный дейді ғой, бір соншама осымен өмір бітіп қалады деген осындай әсер болмау керек. Біз жалпы менің ойымша мектептерде қателесе білуді үйретуіміз керек. Өйткені бізде қалай, егер бір қате жіберсең, ол бір сондай өмірдің соңы сияқты, осымен бәрі аяқталатын сияқты, бұл бір керемет өзгермейтін жағдай сияқты болып қалады. Бұндай болмау керек. Балалар түсіну керек. Қате деген ол өмірде қателер болады. Біз адаммыз. Адам баласы болғаннан кейін әрқашанда біз қате жасаймыз. Сол қате жасағаннан кейін өзінің қатеңді тауып, біріншіден, екіншіден оны өзгертіп, үшіншіден қайтадан аяғына тұрып, алға жүру деген, міне біз осындай құзыреттілік беруіміз керек деп ойлаймын. Сондықтан жаңағындай егер оқуға түсе алмай қалса, егер алдындағы бір жоспарлары бір дегенде орындалмай қалса, бұнда ешқандай қиындық жоқ. Бұған біз дайын болуымыз керек, және де осыған төзе білуіміз керек. Жаңағындай емтихандар болайын деп жатыр, жаңа мен қарап отырмын. Екінің бірі ГОСТарды алып тастау керек, ГОСТарды алып тастау керек деп айтып отырмын. Бұдан қорқатын ештеңесі жоқ. Бұл емтихандар болады,
бұл емтихандар болу керек те, әрқашан болды да. Сондықтан ұлттық бірыңғай тестілеу болса да, мемлекеттің мектептегі емтихандар болса да, оған төтеп беріп, оған дайын болу керек. Бір. Екіншіден, мен шын мәнінде кезінде мектепті бітірген жылы осы ұлттық бірыңғай тестілеу онда тек қана басталып жатты. Сонда тиісті тестілеуді тапсырып, бірақ бірінші жылы ол тестілеу бойынша жоғары балл алсам да, мынау пәндік профильді бейінді пән бойынша алған ұпайларым жеткіліксіз болды. Соның салдарынан мен бірінші жылы грантты ұта алмадым. Бірақ дегенмен оған енді соншама жаңағындай ештеңе жоқ бұнда тұрған. Маған әрине де ата-аналарым егер мектепке жаңа университетке грант бойынша бір жылда түсе алмасан, онда ақылы түрде түсуге болады. Біз жаңа ақыны төлеп жаңағындай коммерциялық топқа түсіруге дайынбыз деген осындай ұсыныс айтты. Бірақ мен әрине де оған біріншіден мен үшін бір бұл намысыма тиетін мәселе сияқты болып көрінді. Мен айттым, жоқ, олай болмайды. Ол бір түскеннен кейін 4 жыл бойы жаңағы мен үшін ақша төлеп отыру, ол енді мен әкем ерте қайтыс болып, тек қана жалғыз анам болғаннан кейін өте қиын болады деп түсінгеннен кейін мен бұмен келіспедім де. Келесі жылы тағы да өзімнің бағымды сынап көрем, оғанға дейін жақсы дайындықпен барам деп осындай шешім қабылдап, бір жыл бойы дайындадым. Бір жыл бойы дайындалдым, кітаптерді оқыдым. Жаңағы балалар емтихандарға дайындалғанда олар тек қана тесттермен дайындалмау керек. Олар кітаптерді нақты мынау бағдарламамен дайындалу керек. Өйткені тесттермен дайындалсаңыздар, ертең басқаша сұрақ құрастырылып келгенде сіздер түсінбей қаласыздар. Сондықтан жаңағы оқулықтарды алып, оған қосымша кітаптерді алып, оны түсініп, жаңағындай бір жыл бойы дайындалдым. Екінші жылы тапсырдым, өте жоғары жақсы балл алып, грант ұтып алып, өзім қалаған мамандыққа, тарих факультетіне, мұғалімдік мамандыққа түсіп, одан кейін жаңағындай ай сайын стипендия алып отырып, сонда белсенді студент болып, солай оқуымды тәмамдадым. Сондықтан мен балаларға айтатыным, егер ұлттық бірыңғай тестілеу болсын, басқа да емтихандарда, егер бір дегенде жол болмай, бір дегенде тиісті қажетті балды ала алмай жатсаңыздар, ондай тұрған ештеңе жоқ. Онымен өмір аяқталмайды. Бұндай емтихандар өмірде өте көп болады. Бұл емтихандар өмірдегі ең қарапайым емтихандардың бірі деп сезініп, соны түсіну керек. Біз биыл мысалы ұлттық бірыңғай тестілеуді жаңаша тәртіппен өткізіп жатырмыз. Мысалы енді бұның алдында бір ғана мүмкіндік болды ғой. Жазда сол 10 күн, 7 күннің ішінде 120-130 мың бала 7 күннің ішінде бәрі топырлап, жаңағы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыруға мәжбүр болып жататын. Айқай шу жаңағындай үлкен эмоционалдық стресс болды. Енді біз қазір бұл жүйені өзгерттік. Біріншіден енді 2,5-3 айдың ішінде біздің балаларымыз осы ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсыратын болады. Асықпай, өз тапсыратын күнін таңдап, өз тапсыратын жаңағы пунктін таңдап, біріншіден. Екіншіден бұл компьютерлік форматта болады. Үшіншіден әрине де бұл тек қана бір мүмкіндік емес, 2 мүмкіндік болады. Сонда бір рет тапсыра алмай, кішкене қобалжыса, екінші рет тағы да барып, тапсырып, өзінің білімін көрсетіп, қажетті өзіне ұнаған сертификатын апарып, ертең грантқа өз үміткер бола алады деп біз санаймыз. Сондықтан осындай өзгерістерді енгіздік. Бұл ең керегі балалар үшін қолайлы өзгерістер. Балалар қатты қиналмау керек. Біріншіден, екіншіден, мені дайындалмай жатып, көршінің баласы түсіп кетті деген бұндай алып қашпа сөздер болмау керек. Сол үшін электронды формат, сол үшін әр оқушыға бөлек компьютер беріледі, сол үшін әр оқушыны қадағалап отыратын бейне камера бар, сол үшін Face ID-ді енгіздік, сол үшін осындай ашықтық қағидаларын ұстанып жатырмыз. Сол үшін балаларға айтатыным, білімдеріңізді тексеріп, шын мәнінде жаңағындай дайындалып, жақсы дайындалып, осы ұлттық бірыңғай тестілеуге барып, оны сәтті тапсырады ғой деп мен өзім ойлаймын, солай үміттенемін. Иә, өте дұрыс айтасыз. Ұлттық бірыңғай тестілеуді онлайн форматта тапсырудың өте көп тиімді тұстары бар екен. Өзім жақында шығармашылық емтихан тапсыратындықтан ұбт-ның 2 мүмкіндігінде тапсырып болдым. 35 балдың 33, 32 балдарын алдым. Өте жақсы. Қуандым. Бұл өте тиімді тұстары шынымен де көп екен онлайн оқудың. Енді осы кезде бір сұрақ туындап отыр. Бұрында алтын белгілер грантқа оқуға бірден түсетін. Ал қазір алтын белгілерін ақтағандарға не себепті бұндай мүмкіндік жоқ? Енді алтын белгі бірден түсетін деген ол білесіздер ғой, ол мәселе бұның алдында бірнеше жыл болды, ол жоқ.
Өйткені алтын белгі қазір емтихан жалпы бөлінді ғой. Бұның алдында, мысалы, бірнеше жыл бұрын ұлттық бірыңғай тестілеу мен мектепті бітіргенде тапсыратын емтихан екеуі бір болатын. Аттестатты алу үшін және де оқуға түсу үшін бір ғана емтихан тапсыратын. Ол ұлттық бірыңғай тестілеу болды. Енді бірнеше жыл болды, мектепті бітіріп аттестат алу үшін балалар сол баяғыда мынау Совет үкіметінен бастап келе жатқан емтихандарды тапсырады. Онда алгебра бойынша жаңағы бақылау жұмысын жазады, жаңағы тиісті эсселерін жазады, тиісті тестілерін тапсырады деген сияқты. Ол балаларды тек қана тестпен тексеру емес, әртүрлі құзыреттіліктерін тексеру үшін арналған мәселе. Сонда егер одан кейін біреу колледжға түсіп, әлде одан кейін мысалы университетке түспеймін дегендер болса, онда ұлттық бірыңғай тестілеуге бармай қоюға мүмкіндігі бар. Көрдіңіз бе? Өйткені ол өзінің аттестатын алады, әрі қарай ұлттық бірыңғай тестілеуге баруға ондай міндеті жоқ. Қазір енді өздеріңіз көріп жатсыздар, бұның алдында алтын белгі алған егерлердің сол алтын белгіні шын мәнінде соған лайық па, лайық емес па деген мәселені бұның алдында ұлттық бірыңғай тестілеу арқылы тексеретін. Одан кейін жаңағы 3-4 жыл бұрын осы өзгерістер енгізілгеннен кейін бұны мектептердің өздері бере бастады. Қазір енді ол 9.000-ға дейін көбейіп кетті. Бірақ соның артында өзі білімі бар ма, жоқ па деген сұрақ пайда болады. Солай ғой. Сондықтан біз биыл шешім қабылдадық. Енді мысалы мынау балаларымыз осы емтиханды тапсырып осындай мүмкіндікке ие болып отыр. Жаңа мынау мемлекеттік емтихандар туралы тағы да жаңа айттық қой. Мемлекеттік емтихандардың біз биыл балаларға жеңілдік жасап, әдейі қосымша бір емтиханды ішінде алып тастадық. Бір пәнді алып тастадық. Бұл да балалар үшін жеңілдік, біріншіден. Екіншіден, жеңілдік дегеніміз ішіндегі тапсырмаларды жеңілдеттік. Ол екінші жеңілдік. Үшінші жеңілдік дегеніміз бұл әрине де мынау қорытынды баға қойғанда осы емтиханның үлесі тек қана 30% болды. Бұл да үлкен жеңілдік балалар үшін. Сондықтан осы тұрғыдан қарап, үлкен жеңілдіктер болып жатқанын көріп, жақсылап тұрып асықпай осы емтихандарға дайындалып, жақсылап тұрып асықпай мынау ұлттық бірыңғай тестілеуге дайындалып, осындай жақсы көңіл күймен баруына тілектеспін. Рахмет. Былтырдан бері індеттің таралуына байланысты оқушылар негізінен үйінен білім алды. Олардың бірі қашықтықтан оқуды тиімді деп санаса, енді бірі мектепке баруды қалайды. Болашақта Құдай бұйыртып барлығы жақсы болып жататын болса, онлайн оқу дәстүрлі оқу форматымен бірге қалады ма? Енді бұл былай ғой, менің өзімнің ұстанымым келесідей. Мен дәстүрлі оқу форматын қолдаймын. Мен үшін дәстүрлі оқу форматы тиімдірек, оны салыстыруға да келмейді. Сондықтан балалардың мектепке барып, мұғалімін көріп, бір-бірімен кездесіп оқыған өте тиімді. Өйткені оқу деген, мектепте оқу деген, ол тек қана ақпарат беру мәселесі емес. Ол деген балалардың бір-бірімен жаңағындай сөйлесуі, бір-бірімен бір қоғамда болуы, олар жаңағындай бір-бірімен әртүрлі тәжірибесін бөлісуі, бұның бәрі әлеуметтендіру дейді. Бұның бәрі жаңағы білім беру процесіне жатады. Сондықтан әрине де әсіресе кішкентай балалар үшін бұл өте маңызды. Жаңағы мұғалім жанында жүріп, басынан сипап, жақсы жылы сөздерін айтып, жаңағындай қолдап отырған, ол әрине де өте басқа әсер береді. Сондықтан осы бізге керегі дәстүрлі форматқа көшу. Егер пандемия аяқталып, мынау ауру деңгейі азаятын болса, әрине де міндетті түрде біз дәстүрлі форматқа көшуге дайындық жасаймыз. Бірақ дегенімен осы пандемия кезінде біз алған жаңа сабақтарымызды біз ұмытпауымыз керек. Сондықтан мынау қашықтан оқыту кейбір тетіктерін сақтап қалып, оны да осы әр қарай біздің оқу тәжірибесіне енгізу мәселесі бұл да өте маңызды. Бұл да күн тәртібінде тұрған мәселенің бірі. Сондықтан әрине де осы тұрғыда біз жұмысымызды әрі қарай жүргіземіз. Көп рахмет берген жауабыңызға, өзімнің көкейімде жүрген сауалдарға керемет жауап алдым. Көп рахмет. Енді келесі ретті өзімнің әріптестеріме берсем. Рахмет, сізге сәттілік тілеймін. Әрі қарай осындай жақсы тілші болып, өзіңіз жаңа айтып отырсыз ғой, болашақта журналист болғым келеді деп. Бұл өте маңызды мамандық. Бұл өте маңызды мамандық, өйткені бізде қоғамымыздағы мәселелерді, жалпы болып жатқан мәселелерді жеткізу балаларға,
жалпы қоғамға жеткізу, оны дұрыстап жеткізу, оның бәрін жан-жақтан қарап отыру, бұл біздің журналистеріміздің үлкен жұмысы. Біздің жалпы еліміздің дамуына өздерінің септігін тигізеді. Сондықтан осы алған бағытыңыздан таймаңыз. Сәттілік тілеймін. Көп рахмет. Жақсы, рахмет. Добрый день, Аскар Канатович. Добрый день. Я очень рада за возможность снова с вами встретиться, снова с вами поговорить. Если вы помните, то мы до этого проводили с вами прямой эфир. Конечно. И Конечно. вы пообещали, что сделаете с нами диалог. За это спасибо вам, то, что сдержали обещание. Сегодня задам вам несколько вопросов. Этот год был очень сложным не только для нас, учеников, но и для вас, наверное. За прошедший год дистанционное образование много критиковали. Но мы хотим сразу сказать, что мы понимаем, что для вас, как для министра образования, пандемия коронавируса стала такой же неожиданностью, как и для всех казахстанцев и всего мира. И благодаря вашей работе мы смогли начать обучение. Мы проучились целый год, мы получили знания. Обучающие платформы работали, уроки проводились. И за это мы хотим сказать вам спасибо. И, наверное, бывает неприятно, когда вас критикуют за вашу работу. И мы хотим спросить вас, как вы извините, я что-то переволновалась. И мы хотим спросить вас, как вы справляетесь с критикой в вашу сторону? Вас это обижает, задевает? Вы читаете негативные статьи о своей работе, комментарии? Вы отвечаете на них? Вы пишете? Вы баните их, жалуетесь на админам? Выступаете с ними в перепалке, пишете сам такой? Ну, спасибо за вопрос. Вопрос очень интересный. На самом деле, во-первых, в образовании, и вообще в любой сфере для критики поводов очень много. Да? Поэтому критика бывает очень конструктивная, обоснованная. Наверное, у вас в школе тоже обычно принято говорить «критикуя, предлагай». Вот если критикует, предлагает и критикует конструктивно, это очень полезно. И вообще в целом, даже если когда это не конструктивно, критика всегда полезна. Надо просто уметь находить в этой критике определенные зерна, да, нужные вещи и делать выводы. Поэтому в нашей работе, тем более, это очень важно, и всегда критика будет. Тем более, что, понимаете, вот опять же, сейчас я вижу, что многие говорят и про ГОС, и про какие-то вещи. То есть в обществе есть разные позиции. То есть мы не можем идти на поводу и принимать те или иные решения, потому что мы исходим при принятии решения не из того, что это должно кому-то понравиться, а из того, как это должно быть, как более эффективно, реализовывать образовательную политику, как это должно лучше повлиять на развитие нашей страны. Поэтому те или иные решения могут не нравиться, и они не нравятся, но если ты будешь как флюгер, там условно ветер дунул в эту сторону, там реагировать на это, ветер думал в другую сторону и плыть по течению, то нельзя будет сказать о том, что ты будешь эффективным. Поэтому критика — это нормально, надо реагировать конструктивно и спокойно. Бывает критика, когда она не совсем, скажем так, может нравиться. Все мы люди, мы все эмоционально реагируем на те или иные вещи, но надо всегда привыкнуть и знать, что поводов для критики на самом деле немало, надо относиться к этому нормально, там, как вы там сказали, банить или как вы жаловаться админам. Да, жаловаться админам, это не в нашем характере. Еще, извините, я забыла представиться. Меня зовут Медина, я местный представитель по вопросам обеспечения прав детей в Казахстане, я блогер, я молодой журналист, я волонтер ЮНИСЕФ, также я вхожу в состав экспертной группы Альянса женских сил, и я ученица 8 класса. Мы же знакомы, Медина, да? Ага. Да. И у меня есть следующий вопрос про казахский язык в русскоязычных школах. Я обратила внимание, что, в каких например, школах? В русскоязычных школах. В русскоязычных школах? Да. Да. Так, интересно. Я обратила внимание, что, например, когда ребенок приходит в школу, первый класс, с одинаковым нулевым уровнем английского и казахского языков, то к концу школы английский он знает лучше, чем казахский язык. И мне кажется, что проблема здесь не в учениках и не в учителях, а в методике обучения. Учебники английского языка, они преподносят материал более доступный и проще. Там больше бытовых тем и диалогов.
а учебники казахского языка, они перегружают. Там с начальных классов дают учить стихотворения, которые сложно выговаривать на начальном уровне. И сложно понять весь смысл текста, который ты учишь. Хотелось бы, чтобы уровень учебных материалов по казахскому языку был сопоставим с материалами по английскому языку. Потому что мы хотим, чтобы каждый казахстанец мог свободно, как окончание школы, мог свободно разговаривать на казахском языке. Ну, очень правильный вопрос и на самом деле справедливая критика. Поэтому мы, видя то, что, понимаете, всегда проблема первая – это в самой учебной программе. По этой учебной программе потом делается учебник и в методике преподавания. Да? Все это вместе взаимосвязано, поэтому мы сейчас как раз пересматриваем программу, в том числе по казахскому языку и по казахской литературе. Мы знаем про эти все замечания. Ну, все эти программы были утверждены еще в 2016 году, и с 2016 года они реализовываются. Поэтому сейчас мы уже проводим работу по новым подходам, новым методикам, новым учебникам, новой программе и по казахскому языку, и по казахской литературе, и по ряду других предметов. Поэтому, конечно, все эти, замечания будут учтены, и мы будем вносить необходимые изменения, потому что нельзя сказать, что казахский язык не хотят изучать. Да, вопрос в том, что многие желают изучать, где-то нет возможности, где-то, может быть, как вы правильно сказали, очень сложно, да, и для детей, и для родителей. То есть здесь нужна большая поддержка и нужны эффективные программы. Поэтому эту работу мы будем проводить. Спасибо вам. Спасибо за то, что нашли время для того, чтобы провести с нами диалог, поговорить с нами. Мы очень рады за это. Спасибо. Спасибо вам тоже за время. Спасибо. У вас еще есть вопросы или? Сейчас моя сестра задаст вам вопросы. Все, хорошо. Спасибо. Вам тоже успехов. Добрый день. Добрый день. Я Фатима, старшая сестра Медины. Я учусь в 9 классе. Я детский представитель по вопросам обеспечения прав детей в Казахстане. Я волонтер, журналист. И еще вхожу в состав экспертной группы Альянса женских сил. Очень приятно, Фатима. Сегодня хотелось бы задать вам пару вопросов. Пожалуйста, я с удовольствием отвечу. Хотелось бы начать с того, что мы с Мединой неоднократно поднимали вопрос по ремонту школы, в которой мы учимся, просили сделать нам детскую площадку. А это какая школа? Это в Алмате, да, школа находится? Да, школа-лицей номер 48. Угу. Снимая видео, отмечали вас. Мы снимаем эти видео на протяжении 5 лет, сняли уже 5 видео. И вот мы наконец-то добрались до вас. И оказалось, что ремонтом школы теперь занимается не Министерство образования, а акиматы. И вот мы хотели бы, чтобы вы объяснили нам и нашим подписчикам, кто за что отвечает в школе, кто отвечает за качество интернета на онлайн-обучение, кто отвечает за правильное питание в школьных столовых, кому на это жаловаться, к какому министерству относится школьная медсестра, и, получается, вы даже школьных учителей и директоров не назначаете? Мы не назначаем, на самом деле система, она такая, на самом деле, что директоров школ назначают местные отделы образования, руководители отделов образования назначает управление образования, руководители управления образования назначают и финансируют акимы соответствующих областей. То есть в данном случае, вы правильно сказали, Министерство образования и науки директоров не назначает, а руководители отделов образования, управления образования не назначает. Мы отвечаем за общую координацию и за общую политику. То есть в основном Министерство образования занимается вопросами разработки образовательных программ, да, и разработки и реализации образовательной политики. То есть если говорить о конкретных вещах, там, условно, кто выделяет деньги для школы, то это деньги выделяются не с республиканского бюджета, а с местного бюджета. То есть в данном случае за эти вопросы отвечает напрямую местный акимат. Конечно, это общая ответственность. Отвечает, конечно, в целом и правительство, и Министерство образования и науки и так далее. Если вот вы сейчас задавали вопрос конкретно по школьной медсестре. Несколько лет назад школьные, медицинские кабинеты были переданы в ведение Министерства здравоохранения. Наверное, это и правильно, да?
посудите сами, потому что это все-таки вопросы профильные, вопросы здравоохранения, поэтому в этом плане занимается вопросами здравоохранения именно Министерство здравоохранения. Вопросами финансирования, строительства школ, ремонта школ, занимаются там питание, занимаются местные акиматы и директора школ. То есть здесь есть как бы общая четкая ответственность, она распределена. Что касается вашей школы и вопросов ремонта, давайте мы поинтересуемся, я узнаю, какая школа, на самом ли деле там такая плохая проблема, плохая ситуация. Ну, постараемся где-то поучаствовать. Спасибо большое. Спасибо. Ну, спасибо вам. Ну, следующий вопрос касается того, что мы с Мединой активно ведем жизнь в социальных сетях, мы отслеживаем актуальные новости, и хотелось бы вас спросить, вы какую соцсеть предпочитаете? Facebook, Instagram или TikTok? Ну, в ТикТоке меня нет. ТикТок я, честно говоря, не освоил и пока как-то отношусь очень скептически. А что касается социальных сетей, то я являюсь пользователем и Инстаграма, кстати, вот сейчас я вышел, и Инстаграм моя страничка, и Facebook. Facebook я тоже активно как бы использую. В основном в Facebook я пишу такие большие тексты, разъяснительные тексты о том, что мы проводим, какие реформы мы проводим, какие-то объяснения, отвечаем на вопросы и так далее. То же самое мы делаем в Инстаграме. То есть это, на самом деле, это сегодня очень важные такие механизмы для обратной связи. Вы знаете, президент нашей страны, он ставит задачу и говорит о слышащем государстве, и это очень важно, слышать, держать обратную связь всегда. Вот поэтому как раз, когда вы обратились и мне сказали, что значит, наши юные друзья, школьники хотели бы организовать такой прямой эфир, я, конечно, с удовольствием согласился, потому что мы всегда открыты. И надо всегда уметь слышать, слушать, взаимодействовать и получать новые идеи. Поэтому это очень важно в данном случае. Но при этом социальные сети, они не должны заменять, да, наше реальное общение. Очень важно, когда дети общаются друг с другом. Социальные сети это тоже сегодня неотъемлемая часть нашей повседневной жизни, но, тем не менее, живое общение, конечно, ничего не может заменить. Я говорю, может быть, какие-то банальные вещи, но, тем не менее, это так. Да, тоже так считаем. Передаю слово Аужан. Асхат Қанатұлы берген жауаптарыңызға көп рахмет. Сізбен осылай онлайн болсын жүздескенімізге өте қатты қуаныштымыз. Көкейімізде жүрген сауалдарға көп керемет жауап алдық. Сізге көп рахмет берген ақыл кеңесіңізге. Бұйыртса болашақта сізді бетпе-бет көру жазсын. Енді осында отырған оқырмандарға, оқушыларға, әсіресе мектеп бітіруші түлектерге өзіңіздің жылы лебізіңізді білдірсеңіз. Көп рахмет, сіздерге де көп рахмет. Өте белсенді оқушысыздар. Шын мәнінде біз 9-шы сыныпта, 10-шы сыныпта оқығанда бұндай түсімізге де кірмейтін. Бізде де кішкене басқаша болды. Онда уақытта заман да басқа болды ғой. Қазір жалпы заман да басқа. Сондықтан әрине де бұл өте маңызды. Балалар осындай сіздер сияқты біздің қазіргі жас толқын өте ашық, өте ақылды, сондықтан көшбасшы. Және де бұл қуантады, өйткені біздің болашағымыз әрине де сіздердің қолдарыңызда. Енді осы мүмкіндікті пайдалана отырып, біріншіден сіздерге көп рахмет айтамын. Сіздерге сәттілік тілеймін, жеке өз бастарыңызға. Екіншіден, барлық біздің оқушыларға мен сәттілік тілегім келеді. Енді оқу жылы аяқталып жатыр. Біз айтқандай 25 мамырда оқу жылы аяқталады. Бірақ енді әрине де пандемия болғаннан кейін көп балалар осындай қашықтан оқыту форматымен оқығаннан кейін біз биылғы жылы 25 мамырдан 19 маусымға дейін жазғы мектептер болады деген осындай шешім қабылдадық. Әрине де балалардың бәрі бұған енді бала болғаннан кейін қуана бармайтын шығар. Өйткені ойнақысы келеді, демалғысы келеді, оның бәрін біз түсінеміз. Бірақ енді бұл балалардың болашағы үшін маңызды, балалардың болашағы үшін керек. Сондықтан ұнаса да, ұнамаса да осындай шешім қабылдап отырмыз. Бұны дұрыс түсіну керек. Бұл еріккеннен қабылданып отқан шешім емес. Өйткені ендігі жылы
осындай білім алғанда әртүрлі ауытқулар болса, ендігі жылы сабақ оқығанда бұл өзінің әсерін тигізеді, кесірін тигізеді деп айтуға болады. Сондықтан осы жазғы мектепті ұйымдастырып отырмыз. Бірақ қалай болса да жазда жақында каникулдар басталады. Осы каникулда жақсы сауығып, кітапты көп оқып, мектепті бітіретін оқушыларға сәттілік тілеймін. Ұлттық бірыңғай тестілеуді тапсырып, қорытынды аттестаттау емтихандарын тапсырып, және де ешқашанда қателесуге қорықпау керек. Ең бастысы қателесуге қорқудан емес, мәселе сол қатені тауып, оны түзеп, әрі қарай тұрып, әрі қарай сол жұмысты жалғастыру. Міне осы нағыз көшбасшылықтың сипаты. Сондықтан әрқашанда көшбасшы болыңыздар. Дендеріңіз сау болсын. Сіздердің барлықтарыңызға мен тек қана сәттілік тілеймін. Сау болыңыздар. Спасибо большое. Спасибо. Сау болыңыздар. До свидания. Спасибо большое.